Енді сіздерге мен массаждың түрлерін түсіндіріп кетейін. Мысалы, бөлініп атады классический массаж, расслабляющий, оның ішінде спортивный, лечебный, огненный массаж болады, точечный массаж болады. Енді бұлардың айырмашылығы, мысалы, расслабляющий, классический массаждар основной уайымда, стрессте, депрессияда жүрген кісілерге жасаса жақсы. Өйткені организм өзі расслабленный, ол босату керек та, миды расслаблять етуге. Ол кісі мысалы ұйқысы бұзылады, сол үшін ұйықтатып жіберуге, кісілердің ұйықтау үшін көмектесетін массаждың түрі болып табылады ол. Самый легкий массаж кровообращение жақсартады, және де адамды расслаблять етіп ұйықтауға алып келеді ол нәрсе. Стрессте жүрген кісі ол ұйықтамайды, нервный болады, ол кісіге бір қатты массаж жасау арқылы наоборот ол кісіні раздражать етіп алуыңыз мүмкін да, сол себепті легкий, самый жеңіл массаж жасау керек. Лечебный массаж ол біртіндеп күннен күнге күшейе береді ол массаж. Жұмсақ жай жасап басталады, одан кейін қаттыға дейін өте бастайды. Спортивный массажда, лечебный массажда бір айтып кететін позоны, мысалы, ол кісіге общий массаж жасап атамызда, егер де иығында қатты тұрсу болатымызда, больше времени иыққа бөле бастаймыз, акцентті көбірек иығына жасай бастаймыз. Спортивный массаж ол күнделікті тренировка жасап жүрген кісіге жасалады. Егер де күнде тренировка жасамай жүрген кісіге спортивный жасайтын болсақ, ол кісінің денесі ауырып қалады, көгеріп қалады, ол қаттырақ жасалады. Ең қатты жасалатын массаждың түрі. Сосын ол бұлшықеттер шатасып қалады, шаштар сияқты оларды бүйтіп пұт істетіп қалады, и сол себепті линияларын сызып, спазмдарды снимать етіп отырамыз ол жерде. Точечный массаж, точканы басу арқылы сол бұлшықетті расслаблять етеміз. Әрқайсының эффектісі әртүрлі, өзінің беретін функциясы болады. Мысалы, жеңіл массаж алып жүрген кісі ол бірден қатты массаж жасайтын болса, денелері наоборот одан сайын тырысып қалуы мүмкін да. Сол себепті ол кісіге легкий массаж назначение береміз. Массаждың нелері түсініксіз шығар деп ойлаймын, енді ол разницалар әрқайсысында әртүрлі болатыны.